қайырлы күн, есімің? Дис, иә? Дес па? Да, Дес. Атың бойынша да қазір сұрақ қоямын, иә? Дайын отырасың. Қайырлы күн, біздің құрметті подкасттың тұрақты көрермендері. Бүгін біздің кезекті подкастын шығарылымын сіздің назарларыңызға ұсынып отырмын. Бұл подкасттың негізгі мақсаты өңірдегі белсенді жастардың, белсенді волонтерлардың өзінің жолымен, тәжірибесімен бөлісу. Бізде тәжірибелі волонтерлар, тәжірибелі белсенді жастармен қатар біздің жас жаңа есімдерді де біз подкастқа қонақ ретінде шақырамыз. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы біздің қаламыздағы өте белсенді жастардың бірі, есімі де ерекше, Дес. Қош келдің, Дес, біздің подкастымызға. Ең бірінші сұрақ, енді бәрі де қояды деп ойлаймын, мен де сіздің жаңа негізі ақпаратыңызды көргенде ойлаймын, Алихан мен не істедік осы, Алихан, мына баланың нақты есімі осы ма? Бірдеңесі қалып қалған жоқ па деп мен айтамын ғой Алиханға. Шынымен Дес екен, иә? Жалпы бірінші сұрақ, атыңыз не мағына білдіреді жалпы осы бойынша? Негізі өзімде де ең басынан білмегенмін, жақында ғана өзім білдім, бір жыл ғана болғанша. Қазақта бұрында дес бермеген деген сөз бар емес па? Содан келіпті атым өзім. Ең басында онда өзім білмей жүремін, не үшін атым деген сияқты сұрақ болды. Әкелеріме қойсам, әкелерім де солай айтқан, бірақ та есімнен шыға кетеді. Жақында өзім ғана интернеттен бір жақын досымдай деп айтуым болады. Дес мына атымды өзім тауып анау деген соң, өзім атымды интернеттен тауып сөйтсем, дес бермеңіз деген сөз екен. Қазақта жаңа дес берме деген бір нені айтады ғой бір, иә, керемет. Жалпы Дес енді өзіңді таныстырып өтсең, қай жақтың тумасың, қай жақта оқыдың, қай жақта өстің, балалық шағың қай жақта болды? Жақсы, мен негізі Қытайдан келгенмін, Қытайдың Шинжаң деген облыс жағына өзім Үрімші жағында туылғам. Сол жақта 9 жасқа шейін сол жақта болдым, сол жақта оқыдым деген сияқты. Сондықтан мен тілім келгенде чуть қазақшаға не бар менде. Тілім не қылмайды. Содан кейін Қазақстанға көшіп келдім. Мен басында Таудырын жаққа келдім. Ол жақта 4-тен 7-ге шейін оқыдым деп айтуыма болды. Сонымен бір белгілі себеппен Ақтөбеге келдім. 42-ші мектеп мына Базар жақтағы, содан 8-9-да оқыдым. Содан кейін автожол колледжға түстім. Соң бірінші курс, енді екінші курс оқып жатырмын. Керемет, яғни Қытай Халық Республикасында Шинжаң өңіріндегі Үрімші деген қала, иә? Иә, сол жақта туылдым. Сол жақта туылдыңыз жалпы десеңіз. Енді ол жақтың жалпы мектеп несі қалай сіздерге? Ол жақта белсенділікті қалай несі? Волонтерлықпен айналысып көрдіңіздер ме? Ол жақта әлде тек қана жаңа білімге ғана көп не берді ме? Басымдылық берді ме? Бұл сұраққа қалай жауап берсем болады екен? Өйткені мен ол кезде кіші болдым, 9 жасында болдым, ояқын нақты білмедім, бірақ та өз ойымды айта берейін. Негізі ол білімдіне келеді ғой, оқушының өзіне байланысты, негізі мен ойымша. Өйткені ояқта біз Қазақстан сияқтан 1-ден 11-ге шейін бір мектепте оқиды, ояқта ондай емес. 1-ден 6-ге шейін бір белгілі оқу орны болады. 6-дан кейсің тағы да бір белгілі оқумен бір 3 сыныптай оқисың. Содан кейсің тағы да бір белгілі басқа жаққа барып, тағы да 3 оқисың. Ана өзің бөліп тастаған, иә? Сонда 6-дан 1-ден 6-ға дейін жаңа бастауыш сынып сияқты, сосын 6-дан 9-ға дейін орта мектеп сияқты, сосын 9-дан 11 ма, 12 ма? 12-ге шейін. 12-ге дейін сіздер енді жоғары мектеп сияқты өтеді, иә? Еще ол жақта 9-шы сынып оқып болған соң, былай айтайын, 9-шы сынып оқып болған соң бір белгілі тест болады, ол Қытай Республика мемлекеті толық сол тестпен өтіп, ары қарай неге барады. Егер одан өтпесең, былай қалып қаласың, оқи алмайсың деген сияқты. Яғни 9-дан кейін сіздерде арнайы бір біздің ОБТ сияқты ғой, ОБТ сияқты тест өтеді, содан кейін барып сол нәтижесіне байланысты егер жоғары балл жинасаңыз, ары қарай оқисың, жоғары балл жинамасаң колледжге қалып қоясың, немесе былай колледжға да оқымай жұмысқа шығып кетуің де болады. Керемет. Жалпы енді Қытай Халық Республикасынан көшіп келдіңіздер, иә? Талдықорғанда бірінші болдыңыздар ма? Талдықорған облысында болдыңыздар, одан кейін Ақтөбеге келдіңіз, 42-ші мектепте оқыдыңыз. Енді жалпы 42-ші мектепте оқып жүрген кезде белсенділігіңіз қалай болды? Жалпы енді сізде адаптация енді қатты басқа облыс болғасын, кішкене адаптация көп жүрген шығар, иә? Жаңа орта, жаңа достар, Талдықорғанда достарыңыз қалып қойды, оларды да сағынып жүріп не істеген шығарсыз, иә? Енді жалпы белсенділік қалай болды? Осы айтып берсеңіз. Чуть ол жақта белсенді көп болған жоқ, өйткені сіз жаңа айтқандай, жаңа орта деген сияқты ол кезде 8-ден келдім, 8-де өзім
тыныш жүрдім. Ол кезде қасымда бір досым болды, о да тоже Қытайдан келген. Ол екеуміз ғана араласып, сыныптағы балалармен просто былай сөйлесіп жүріп, қатты араласқан да жоқпыз. Көбінесе мектепке барам, келем деген сияқты. Ол солай өтті 2 жыл. Сонымен осы өзім колледжға келген соң өзім активтерге қатысып, солай белсенді болдым. Яғни сіздің негізгі потенциалыңыз колледжде ашылды деп айтасыз, иә? Колледжде, яғни автожол колледжі, иә, қателеспесем. Керемет, ол жақта енді қалай жұмыс жасап жатырсыз? Қазір таңда да оқып жатсыз ба, енді? Иә, оқып жатырмын. Нешінші курс? 2. Екінші курс. Енді 2 жылдың ішінде енді біраз жетістікке жеткенсіз, иә? Мен қарадым кеше дейтін. Ондай 2 жыл үшін өте жақсы жетістік. Рахмет. Жастар ретінде білеміз, қаншама адамдарды бізде 3-4 жыл жүріп, 2-3 шараға барып, тек қана жүрген адамдар бар. Сіздер 2 жылдың ішінде біраз жұмыс атқарып тастадыңыздар енді. Керемет. Колледжде жалпы қалай ол жағынан волонтерствоға, белсенділікке, жалпы колледж қалай қарайды ол жағынан? Нормально қарайды. Апайлар арнайы топ ашады, ондай сендер қатысасыңдар ма деп бәрі колледждағы балаларға айтады. Қатысқысы келер, қатысады. Мысалы өзімде де апайға айтқам, қатысқым келеді деп, сонымен ары қарай кеткем. Сонымен топта егер бірдеме істеп алсақ, мысалы далаға шығып бір кісілерге ауа райын тазалатып кісілерге шай таратамыз, қасынан нан деген сияқты, солар сондай қылып өзіміз инстаграмда, колледждің инстаграмында бар, сол кезде топқа айтады, барасыңдар ма деп, барғысы келген адамдар барады. Басқа адамдар кей кезде жұмыс болып қалады, басқа адамдар сол кезде солар барамай қалады деген сияқты ғой. Яғни бұл жерде колледжде де сіздерге ол жағынан өте жақсы жағдай жасап қойған, иә? Волонтерство болсын, қандай бағытта айналсам, спортпен айналсам ба, өнермен айналсам ба? Өзім ба? Жалпы айтам да, оқушы, мысалы студент сондай бағыттамен айналсам десе, колледж оған өте жақсы жағдай жасап берген да. Иә. Бізде колледждің ішінде бізде Аслан деген бір бала бар, оның жақында ғана бір жаққа барып, атын ұмытып тұрмын өзім, кешірім сұраймын, сол жақтан барып 3-ші орын келді, басқа мемлекетке барып. Керемет. Яғни бұл жерде Дубайға барып 3-ші орын алып келген. Өте керемет. Жалпы енді мен айтқым келгені мынандай ғой, бізде дейтін енді колледжде неге сондай басшылықтан, неге сондай жақсы жағдай жасалмаса, көбіне студенттердің жаңа белсенділігі, волонтерствоға деген қызығушылығы төмендеп қалады. Енді сіздерде колледжбен өте сондай бір не деп ойлаймын, иә? Өте жақсы жағдай жасалған деп ойлаймын. Ендігі мен тағы бір қояр сұрағым, енді жаңа айтып жатсыз ғой, волонтерствомен айналысып жатырмыз, көшедегі жаңағы суық ауа райында жаңа көше тазалап жүрген қызметкерлерге ыстық жаңа шаймен, жаңа тіске басарын алып беріп жатырмыз деп айтып жатсыздар. Енді менің тағы сұрағым, енді бұл жерде енді бастама әрине ол колледждегі жетекшілеріңізде, бірақ өздеріңізде қандай сезім болады ондай кездері? Өзіңізде мақтаныш бола ма, мен жасап жатырмыз, әлде белгілі бір жаңа сондай бір жақсы бір көңіл күйде боласыздар ма? Иә, барас қуаныш болады. Әрине ең басында бәріне қызық болады, қалай болады екен деп, негізі өзімде де қызық үшін кіргем. Содан кейін ары қарай түсінесің жұмысшылардың жұмысы қаншалық қиын екенін. Өзімде де суық орында соларға чай таратқанда өзімде де суық қалам, оларда тіпті суық еді деген сияқты, ондай ішінде не болады ғой, по-любому болады ғой. Керемет. Енді колледжде жаңағыда волонтерствомен айналысып жүргенде тағы қандай шаралар жасадыңыз, сол жайында толығырақ айтып берсеңіз. Толық айтсам, жақында осы екінші курстың бірінші несінде ғана кіріптім, ол жағын толық не қылмаппын, сол 1-2 рет қана сондайға кіргенмін, кешірім сұраймын, ағай дұрыс айтамын айткен. Яғни сіз жақында ғана кірдіңіз, сіздің бірінші шараңыз жаңағы не болды, иә? Сол шара болды. Енді волонтерствомен клубта жүргеннен кейін достарыңыз көбейген шығар, иә? Осы бойынша волонтерлық салада жүргеннің қандай артықшылықтары бар, соны айтып беріңізші. Пайдасы қандай? Пайдасы өзің басқа студенттер көрмегенді көресің, жұмысшылар қалай қиын, қандай болып жатқанын көресің, қалада не болып жатқанында да естисің, достарың көп болғансың. Не колледжда қандай шаралар болып жатыр екенін естисің. Мысалы, өзім достарыммен жақында қандай шаралар өтеді, қандай жарыстар өтеді екенін білесің. Яғни достарыңыз көбейеді, жалпы барлығы не істейді дейсіз ғой, иә? Таныстарыңыз көбейеді, танымалдығыңыз артады деген сияқты. Енді бұл жерде енді біз барлығымыз енді пайда іздеп, немесе жетістік іздеп бармайды ғой волонтерлік салада. Өзіңізде мотивация қандай бұл саладағы?
өзіңізге мотивация не береді? Ол осы волонтерствоға барамын, не түрткі болды сізге осы волонтерствоға келудегі? Ең басында мен жаңа Аслан деген бала айттым ғой, сол досым болды, соған кір деп маған айтты, соған ары қарай кіріп кеттім. Ең басында ол қандай екенін негізінде білмедім, өйткені Қытайдан кейін соң чуть орысша не ғана түсінбедім де, сонымен қызық болады анау мынау деп түсіндірген соң мен кірдім. Қызық, ең басында шын айтайын қызық үшін кірдім, бірақ та ары қарай уже өзімде де істегім келеді. Яғни басында қызық үшін кірдіңіз, одан кейін жан қалауыңыз болып кетті бұл сала, иә, волонтерлік сала не бойынша. Енді колледжден бөлек те сіздің ортаңыз бар, иә? Жалпы сол орта жайында айтып беріңізші. Ол колледждан кейін бөлек орта көбінесе дебатпен өтеді. Өзім тілін жаттығу үшін, өзім қызығу үшін бар дебатқа. Соған дебатқа кіргем. Еркін сөз деген клуб бар колледжда, басқа колледждағы, ол соған кіргем. Солармен біз өзіміз дебат туралы жинастырамыз. Мысалы, мына жақта кітапхана бар емес, алдында осы бір-екі аптаның алдындағы субботада өзіміз бәрі сол еркін сөзді бәрі балдары жинап, бір-екі бала ғана келмей қалдық, қалған бәріміз жинап, дебат ойнап, дебаттан кейін өзіміз тамақ ішіп, әңгімелесіп, қызық әңгіме айтып, өзіміздің өмірімізді айтып, қандай кино ойнайсың деген сияқты қызықты әңгіме өтті. Яғни ортаңыз кәдімгідей үлкейіп жатыр, иә? Ол волонтерство болсын, ол дебат болсын деген сияқты, иә? Керемет, ол негізі өте сондай бір жақсы деп ойлаймын. Енді жалпы мектептегі дес пен колледждегі дестің қандай айырмашылығы бар? Өзіңізге біліне ма? Қазіргі таңда дамып жатқаныңыз, рухани жағынан, тұлғалық жағынан дамып жатқаныңыз біліне ма? Иә. Мектеп жағын айтайын, мектеп жағымда өзім білмеймін. Қазіргі өзім айтайын, мектеп жағы мінезім өзіме ұнамады. Ол кезде үнтіз, просто апай береді сабақты, жазам болды қатты, білім сабаққа да қатты назарым жоқ, достармен тұруға да қатты назарым жоқ, просто өмірім мектепке барып келу, қарындасымды қару болды мектепте болған. Ал колледжға келгенде өте қызықты болды. Ең басында мен активистқа кірдім, активисте өте қызықты енді. Дайындықта да, анау мынау дайындыққа да қызықты болады деген сияқты. Оның ішінде әртүрлі ұрыс болады, сол кезде қызықты күлесің, дайындықтың ішінде көбінесе қызықты болады деген сияқты. Содан кейін өзім ары қарай колледжға келіп дебатқа не болсын, қазір дебатқа қатысқым келсе, мысалы алдында дебаттан Әлия ағайды таныдым, сол жақта барып. Мысалы, ол жаққа бармасам, кәдімгі мына жақта отпаушы. Әлихан ағаңызды таныдым, сол дебат арқылы, иә? Керемет. Енді ол дебат, активизм, волонтерство оның барлығы әрине жақындастырады. Жаңадан адамдар, жаңадан есімдер деген сияқты оның бәрі керемет. Жалпы енді отбасыңыз қалай бұл белсенділігіңізге, отбасыңыз қалай қарайды? Кейбір көбіне андай ғой, басында түсінбей жатады, балам не істеп жүрсің, одан да сабағыңа барып келмейсің ба, одан да үйге келіп көмектеспейсің ба, немесе үйге келіп демалсаңшы, не істейсің оны? Демалыста да мысалы бізде болады, енді көп шаралар енді оқу процесіне көп кедергі келтірмеу үшін бізде демалыс күндері сенбі жексенбіде өтеді, көп шаралар жаңағыдай таңғы 9-дан бері жүреміз ғой, негізі айтқанда. Сол кезде мысалы ата-анаңыз жалпы көзқарасы қандай сіздің белсенділігіңізге? Негізінде жақсы, өйткені жаңа айтып кеткендей мектеп жағында дұрыс сөйлей салмадым, просто олардың ойынша алдында сұрағам, жақсы достарыңды дамыта бер деген сияқты. Бұрынғыда қарағанда жақсысың, суббота воскресеньеда далаға шығасың, бұрында шықпаушы едің, ары кетсе бір-екі рет деген сияқты. Қазір белсенділігіме өте жақсы қарайды. Егер кей кезде колледждан деген қалып қаласың ғой, активистің уақыттарым 8-ге шейін қалып, просто қайда жүрсің деп звондайды, негізде ондай қарсы емес үйдегілер. Үйдегілеріңіз сізге кәдімгідей оң көзқараста, иә, кәдімгі сіздің осы бір белсенділігіңізді, осы бір волонтерлік саладағы неңізді қолдайды, иә? Керемет. Ендігі сұрақ, бізде енді волонтерлік салада енді достарыңыз, группаластарыңыз бар, иә? Өзіңіздің бірге оқып жүрген студенттеріңіз бар. Жалпы олар көзқарасы қандай болды басында бастап жүргенде? Айтқан жоқ па? Мысалы, бізде көбіне сөйтеді ғой. Ой, не істеп жүрсің? Одан да жұмыс жасасаңшы. Ой, не істеп жүрсің? Одан да тек қана жаңағыдай сабақ не істесейші. Жүр кеттік, онда клубқа барайық, одан да ұйықтайық та, одан да деген сияқты сондай болған жоқ па? Былай онда группа болса жақын досым болады, чуть неді болады. Негізінде жақын досым оған келіседі, жақсы деген сияқты. Ол былай жүріп жатқандар айтады, оған не үшін барасың, уақытың келіп, оданша жұмысқа бар, сіз айтқандай жұмысқа барсай деген сияқты айтады. Енді ол не істейсің, уақытың кетіріп, өйткені алдыңғы осы жылда да кей кезде 8-ге шейін қалдым.
ояққа уақытың кетіп жатыр, біз үйде жатырмыз деген сияқты қылып айтады. Енді бірақ та өз ойымша, өз қалауым бойынша барғым келе береді деген сияқты. Оған мән бермеймін. Яғни сіз өзіңіздің қалауыңызды жасайсыз, иә? Енді жұрт не дейді, анау не дейді, мынау қалай сөйлеп қалады екен, мынау мен жайында қалай ойлайды екен деген сияқты ондай сізде ой көп қалыптаспайды. Сіз өзіңіз жан дүниеңіз нені қалай, соны жасайсыз, иә? Волонтерство болсын, тағы да басқа болсын. Енді бізде осы жобаның өзі осы волонтерствоға арналғандықтан мен көбіне енді волонтерство қойып жатырмын сұрақты. Мен айтқым келіп тұрғаным, волонтерство ол жұмыс емес, ол жүректен қалау деп айтады. Біреулер айтады, еріктілік ол еріккендердің ісі емес деп те айтады, иә? Енді сіздің ойыңызша волонтерлық саласы сіз үшін не ол? Өзіңіз жайында, өзіңізге анықтама келе алды ма өзіңізге? Мысалы, менің ойымша волонтерство ол осы. Мысалы, менің ойымша волонтерство ол өзіңдегі барымен біреуге тегін бөлісу. Ол әр кезде ол ақшалай болуы мүмкін емес. Ол бір кезде өзіңізде жаңағы қарапайым сөзді біреуге мысалы сен өте жақсы баласың дегеннің өзі кейде жетпей жатады адамдарға ше. Қолдаудың өзі жетпей жатады. Былайша айтқанда қолдау ол тегін андай емес қой, платный емес қой, ақылы емес қой, ол тегін, сөзді тегін, тек бүйтіп жанына барып қолдағаның өзі адамға өте сондай бір жылылық сезімді білдіріп жатады, иә? Менің ойымша сол, ал сіздің ойыңша волонтерство деген не ол? Сізге сияқты менің ойымша басқа адамға көмектесу, өзің бос уақытта үйде жатқанша басқа адамға көмектесу беру, өзің басқа адамға көмектескенде де рахмет деген сияқты өзіңе не рухани не болады ғой, сол сияқты ғой, менің ойымша енді. Яғни басқаға көмектесу, соның рахметін алу деген сияқты, иә? Бос уақытында енді. Керемет. Тағы бір сұрағымыз бар. Ол жерде мысалға мынандай мәселе ғой, адамдарда өзінде көбіне жаңағыдай нелер болады. Волонтерствода жүргенде де, басқа жақта да жүргенде де көбіне андай болады. Мысалға ситуационный сұрақтар болады, ситуационный белгілі бір жағдаяттар болады, иә? Мысалға клубтың ішінде де түсініспеушіліктер болып қалады арасында, иә? Әртүрлі жаңағыдай. Сен былай айттың, жоқ, мен былай айттым. Мен мынаны жасамаймын деп те айтады кейбір адамдар, иә? Адамдар әртүрлі, темпераменттер әртүрлі, иә? Адамдардың ойлары да, ойлау жүйелері де әртүрлі болады. Сондай жағдайда клубтың ішінде сондай бір белгілі бір жаңағыдай жағдаяттар болған жағдайда, түсініспеушіліктер болған жағдайда қалай шешесіздер оны? Оны енді ол әрине болады, сіз айтқан сияқты ұрыс болса, мысалы мен бір жаққа баруым керек, оған бармаймын деген сияқты, барсай деген сияқты ол сондай ұрыс болады. Негізінде ол сонымен екі жақтың ортасын табамыз. Біз көбінесе екі жақтың ортасын тауып, уақыты тез болса, оны бір-екі рет қана, бір-екі жер ғана апарып, арағай кете берсе болады деген сияқты ортасын табамыз, ақылдасып бәріміз. Яғни компромисс іздейсіздер деймін ғой, иә? Компромисс іздейсіздер. Ол өте керемет деп ойлаймын. Яғни бүйтіп бұғып қалмай, үндемей қалмай, керісінше мысалы сен былай жасадың, мен былай жасадым. Бұл жерде қателік кімнен? Сенен ба, менен ба? Кел, отырайық, бірге шешейік деген сияқты, иә? Көп адамдарда сол жетіспей жатады менің ойымша, иә? Анау бірдеңе деп айтады, мынау мына жақтан бірдеңе деп айтады, сөйтіп бір-біріне түсініспеушіліктер орын алып қалады. Енді болашақта қандай жоспарларың бар? Өзің жаңағыдай енді әр адам өзінің арманы болады, мақсаты болады. Келесі жылы мен бүйтемін, одан осылай жасасам болса екен деп армандайды. Арманы мақсатқа айналады, мен бүйтемін, нақты осылай жасаймын, бүйтемін, сөйтемін деген сияқты. Олардың сұрақтарын қояды, иә? Мен осы кезге дейін мен осыны жасауым керекпін. Мен 2026 жылдың аяғына дейін мен осыны жасауым керекпін. Сіздің арманыңыз, мақсатыңыз қандай? Былай айтсам, бұл арманға да мақсатқа жатады. Қазіргі арманым ең бастысы Қытай жаққа барып оқу, өзімнің интернет дизайнер оқығым келеді. Қытай жаққа барып, Шанхай жаққа барып, өзім осы колледжді бітірген соң сол жаққа барғым келеді. Бұлай айтсам, мақсатым да арманым да қазіргі уақытта. Өзі жаңа енді неңізді айтып беріңізші, интернет қалай? Дизайнер, иә? Интернет дизайнер. Ол графикалық дизайнер ма? Сонда әртүрлі жаңағыдай не жасайсыз, иә? Логоны жасайды, оны логотип, әртүрлі жаңағыдай баннерлерді. Компанияның өзінің несі бар ғой, компаниясында бір лого сияқты болады, білесіз ба лого? Сондай заттарды жасайтын не ғой, өзім оны негізінде оны 8-ші сыныптарда бір туыс әпкем, туысқан нағашы әпкем сондай сияқты мамандыққа не қылып маған көрсеткен, қызығын мұндай істейміз деген сияқты. Сол кезден бастап қызығып кеттім. Ең басында сол мамандыққа түскім келді негізінде, бірақ та әртүрлі жағдаймен осы қазіргі мамандығыма түсті. Мен қазіргі ойым осыны бітірген соң Қытай жаққа барып, немесе Қазақстанда болсын сол мамандықта оқу.
яғни сол бір дизайнерлікті, иә, енді интернет графикалық дизайнер деп аталады ғой негізгі несі, сол жақта оқығыңыз келеді, иә. Енді жалпы қарадыңыз ба, ол жақта сондай мамандық оқытыла ма екен, қандай университетті таңдап отырсыз, ол жаққа түсу үшін не істеу керек жалпы? Жалпы иә, жақында бастап қарадым өзім. Мысалы алдым уже осы Ақтөбеде бір колледж бар екен, платный соған түсемін, немесе Шанхаяқтағы алдында бір-екі Қытай кеткенін Ақтөбеден, солардан сұрағам, олардың несінде университетінде сондай мамандық бар екен негізінде. Тараптарында да жақын нөмірі бар, ақылдасам былай сұрап аламын деген сияқты. Яғни негізі мақсат бар өзіңде, иә. Енді жалпы волонтерстводан алда уақытта да айналысқың келе ма осы саламен? Иә. Егер болса колледж жақта немесе басқа жақта болмаса, әрине қатысам уақытым болса. Яғни бұл саланы сіз алда уақытта да жалғастырғыңыз келеді, не істегіңіз келеді, иә. Жақсы, бүгінгі подкастқа келгеніңіз үшін сізге Қытайша сәлем деген жолдайды. Еще раз. Қытайша сәлем деген жолдайды. Қазір. Жақсы, керемет, бүгінгі подкастқа келіп, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп, өте керемет сондай бір ақпаратпен бөлісіп берген үшін үлкен алғыс білдіреміз. Енді Қытай Халық Республикасынан келдіңіз ғой. Осы бір бүгінгі подкаст жайында қысқа нұсқа бір 2-3 сөйлеммен Қытай тілінде біздің көрермендерге айтып берсеңіз. Қалай айтсам болады екен, ойымды жинақтырып алайын. Жинақтап алыңыз. Өзім былай айтайын, қуаныштым мына жаққа мені шақырып жатқан, мұндай затқа мен істеген үшін мені шақырып жатқан деген сияқты қылып айтайын. Жақсы. 你好，观众们，我特别高兴这位先生能邀请到我。我做了公益事业，但我没有什么所求的，但他也还是邀请了我，给我在你们面前露脸机会，我非常感谢他。 Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Қалай болады Қытай тілінде? Бізде көбіне шеше дейді, иә? Иә, рахмет шеше дейді. Шеше, да? Иә, шеше. Керемет. Құрметті біздің подкасттың көрермендері, осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сізге үлкен алғыс білдіреміз. Келіп, алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп, өзіңіздің кереметте жолыңызбен, тәжірибеңізбен бөліскен үшін рахмет. Ендеше құрметті подкаст көрермендері, біздің видеомызды соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі подкастта кездескенше аман есен сау болыңыздар.